Достар, бүгінгі сабағымызда біз өткен шақтың негізгі етістік шақтарын өтетін боламыз. Олар past simple, past continuous, past perfect. Оларды осындай бір топқа біріктіргеніміз өте ыңғайлы, себебі барлығы өткен шақты сипаттайды, бірақ өткен шақтың арнайы бір жағдайлары. Ең оңай past simple'дан бастайық. Past simple'дың ерекшелігі ол өткен шақтағы бір фактілерді, яғни аяқталған іс-әрекеттерді сипаттаған кезде қолданылады. Мысалы, they married last month. Олар өткен айда үйленді. Ол өткен шақтағы болған факт, сол өткен шақта аяқталды, белгілі уақытын білеміз, болды. Оның ұзақтығы бізге маңызды емес, факт ретінде қалды. Ал енді past continuous'ға көшейік. Себебі past continuous'тың арнайы бір ерекшеліктері бар. Қандай? Past continuous болғандықтан, continuous ол жалғасуды білдіреді. Яғни біз өткен шақтағы белгілі бір уақытта жалғасып жатқан, яғни ұзақтығы бар іс-әрекетті сипаттағанда осы шақты қолданамыз. Past continuous'тың формуласы was, he, she, it болса, немесе I мен болса, немесе were, you, we, they, және ing жұрнағы қосылған етістік. Мысалы, біз бағана айттық, өткен шақта белгілі бір уақытта ұзақтығы бар, яғни жалғасатын іс-әрекетті сипаттағанда осы шақты қолданамыз. Мысалы, I was doing my homework at 6 o'clock yesterday. Мен кешкі 6-да үй жұмысымды жасап отырдым. Бізде белгілі уақыт нүктесі бар, кеше сағат кешкі 6-да. Және менің ұзақтығы бар, яғни ол бір рет істелінетін зат емес, ұзақтығы бар, іс-әрекет бар. Мен үй жұмысымды жасап отырдым. I was doing my homework. Was қосу ing жұрнағы бар do, doing. Басқа жағдай past continuous қолданылатын ол егер бізде өткен шақта бір жалғасатын іс-әрекет болды, бірақ оны басқа іс-әрекет үзіп қойды. Яғни сол бірінші іс-әрекет жалғасып жатқан кезде басқа іс-әрекет пайда болды да қалды. Мысалы, while I was reading a book, бір секунд, слайдым көшіп кетті. We were sunbathing when it started to rain. Біз жаңбыр жауып бастаған кезде загар алып жатқанбыз. To sunbathe, загар алу, яғни күнде демалу, күнге кию. Бұл жерде ұзақтығы бар процесс іс-әрекет ол sunbathing, және оны бұзып қойған, үзіп қойған басқа іс-әрекет ол started to rain, when it started to rain. Ал енді осыған ұқсас басқа мысал ол егер біз өткен шақта ұзақтығы бар екі іс-әрекетті сипаттап жатсақ, олар екеуі бірден жалғасып жатыр, ондай кезде де біз past continuous'ты қолдана аламыз. Мысалы, while I was reading a book, my parents were cooking. Мен кітап оқып жатқан кезде менің ата-аналарым тамақ пісіріп жатты. While I was reading, және бұндай кезде біз екі бірден жалғасып жатқан процесстерді өткен шақты сипаттаған кезде біреуі while мен болу керек, While деген істеп жатқан кезде, while. В то время как орысша аударғанда. While I was reading a book, my parents were cooking. Яғни бұл жерде формуланың барлығы сақталады. Parents пен were cooking, I мен was reading. Соңғы жағдай past continuous қолданатын ол кейде сіз, мысалы, біздің арамызда жиі оқитын достар болса, кітапты оқып бастаған кезде әрбір әңгіме, оқиға, ертегі present continuous пен басталуы мүмкін. Мысалы, one dark night, I was driving home. Яғни, бір қызықты әңгіменің, оқиғаның басталуын сипаттағыларың келсе, one dark night, I was driving home деп past continuous пен бастай аласыз, достар. Ал енді past perfect'тің негізі қолдану жағдайы бір, және ол өте анық. Яғни біз өткен шақта бір іс-әрекетке дейінгі болған іс-әрекетті сипаттағымыз келсе, яғни оны орысша действие до действия дейді, ондай кезде past perfect'ті қолданамыз. Формуласы қандай? Өте оңай. Had ол есімдікке қарамастан өзгермейді, had болып қала береді, және етістіктің үшінші формуласы. Егер ол дұрыс етістік болса, ed жалғауы бар, бұрыс етістік болса, оны тізімнен қарап алу керек. Мысалы, when I arrived, he had already cooked dinner. Мен келген кезде ол кешкі асты пісіріп қойыпты уже,
already. Ол уақытқа дейін пісіріп қойды. Яғни бізде алғашқы нүкте өткен шақтағы ол менің келуім, бірақ сол нүктеге дейінгі болған іс-әрекет he had already cooked dinner. Оның кешкі асты пісіріп қоюы. Сол үшін оға дейінгі болған іс-әрекетпен past perfect'ті қолдандық, достар. Мінекей, енді біз осы үш өткен шақтардың арасындағы айырмашылықты оқыдық. Осыларды ажырата білеміз деген үміттемін, достар. Енді осыны тексеру үшін төмендегі жаттығуларды орындап көрейік.